Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Көктемде шал бақшасына шалқан отырғызады. Шал шалқанына: «Өс шалқаным, үлкен болып өс» дейді. Көп ұзамай үлкен шалқан болып өседі. Шал қуанып шалқанды тартпақшы болады. Әрі тартады, бері тартады, шалқанды жұла алмай қояды. Сөйтіп көмекке кемпірін шақырады. «Кемпірім, кемпірім, көмекке кел, екеуміз бірге тартайық» дейді. Кемпір шалдан, шал шалқаннан әрі тартады, бері тартады, шалқанды жұла алмайды. Кемпір немересін шақырады. «Немерем, келе ғой, бізге көмектес» дейді. Немере кемпірден, кемпірі шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, шалқанды қозғалта алмайды. Немере күшігін шақырады. «Күшігім, шалқанды тартуға көмектес» дейді. Күшігі немереден, немере кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстайды. Ары тартады, бері тартады, шалқанды қозғалта алмайды. Күшігі мысықты шақырады. «Мысық, бізге көмекке кел» дейді. Мысық күшіктен, күшік немереден, немере кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, орнынан жылжыта алмайды. Осы кезде тышқан жүгіріп бара жатыр еді. Мысық тышқанды көмекке шақырады. «Тышқан, бізге көмектес» дейді. Тышқан мысықтан, мысық күшіктен, күшік немереден, немере кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, қаттырек тартып еді, шалқанды жұлып алады. Ал кемпір тамақ дайындап, бәрін дастархан басына шақырады.